Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен мамықтай жұмсақ, мақ қосылған рулет булочка пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен ерітілген сары майымызды, ақуызымызды және қантты қосып, барлығын араластырамыз. Кейін сүтімізді қосамыз және тұз бен ашытқыны қосып, барлығын араластырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп және жаңа видеолардан қалып қоймас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді ұнымызды ақырындап қосып отырып осылай араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімізбен қамырымызды илейміз. Және қолымызға жабыспас үшін осылай майды кішкенеден қосып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырға көрсетілген мөлшерден артық ұн қосудың қажеті жоқ, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Оның жұмсақтығы осындай видеодағыдай болу қажет. Енді қамырымыздың бетін жауып қойып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді начинкаға кірісеміз. Магымызды жақсылап жуып алып, үстіне ыстық су құйып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Енді ол суымызды төгіп тастап, үстіне ыстық сүтімізді құямыз, араластырамыз және бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді қайнатпалы кремімізді жасаймыз, оған қант пен крахмалды қосып, барлығын араластырамыз және өз қалауыңызша ванилин қоссаңыздар болады және 1 жұмыртқа, кейін сүтімізді қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді магымызды қалған массаға қосып, қатты отқа қойып, осылай араластырып отыра, қоюланғанша пісіріп аламыз. Енді қайнатпалы начинкамыздың үстіне сары майымызды қосып, майымыз ерігенше осылай араластырып аламыз. Енді начинкамызды басқа ыдысқа құйып аламыз және бетін пищевой пленкамен креміміздің бетіне тиіп тұратындай қылып жабамыз. Сөйтіп суығанша қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай көтерілді. Өте жұмсақ және қолға жабыспайды. Қамыр жаятын столдың үстіне ұн сеппейміз, оның орнына май жағып және қамырымызды 2-ге бөліп, оны жайып аламыз. Біздің начинкамыз суыды, кейін оны осылай араластырып аламыз және қамырымызды жұқа қылып жайып, жұқалығы 1-2 мм болу қажет және начинкамызды барлық жеріне бірдей қылып жағып шығамыз. Начинкамызды жағып алғаннан кейін қамырымызды рулет қылып ораймыз. Менің каналыма тіркеліп және жаңа видеолардан қалып қоймас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рулетімізді противеньге салып, бетіне сары уыз жағып, 180 градус қызып тұрған пешімізге жарты сағатта, яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің мақ қосылған рулет булочкамыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік және начинкасы өте дәмді болып шықты. Сіздерге осы булочканы пісіріп көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар.